Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді бір дайындағаннан ақ осындай жұмсақ, үлпілдек болып шығатын булочкалар дайындайтын боламыз. Ендеше ең бірінші бізге құрамдарының барлығын дайындап, грамдармен өлшеп аламыз. Толық грамдардың барлығын, қажетті тағамдардың барлығын төменге жазып кетемін. Дәл грамм бойынша жасасаңыз, сізде де осындай үлпілдек булочкалар дайын болады. Ең бірінші таза ыдысымызды алып, жылы сүтімізді құямыз. Содан соң тұзымыз бен ашытқымызды салып араластырамыз. Содан соң бір жұмыртқамызды саламыз. Тағы да араластырып, ұнымызды салып, қасықтың көмегімен араластыра отырамыз. Ұнымыз кішкене қатайған уақытта доскамыздың үстіне ұн төсеп, қолыңыздың көмегімен тестімізді араластыратын боламыз. Бізде жұмсақ тесто шығуы керек. Мінекей, ұнымыз біркелкі болғаннан кейін видеодағыдай бөлме температурасындағы еріп тұрған майымызды осылай тестіміздің арасына салып, тағы да барлығы еріп біркелкі болып кеткенше араластырып отырамыз. Барлығы біркелкі болғаннан кейін қалған майымызды салып, дәл осылай қайталаймыз. Бізде барлығы біркелкі болып, тестіміз біркелкі болып шығуы керек. Майларымыз комок-комок болып қалмауы қажет. Осылайша барлығын осылай видеодағыдай қайталап жасап аламыз. Мінекей, осылай барлығы біркелкі болғанша асықпай қамырымызды илеп аламыз. Бізде осындай жұмсақ, өте күшті тесто дайын болады. Содан соң, дайын болғаннан соң ыдысымызға салып, бетін жауып, көтерілгенін күтеміз. Мінекей, осылайша біздің тестіміз көтеріледі. Содан соң ұнымызға араластыра отырып, тестімізді өзіңіздің қалауыңыз бойынша булочкаларыңызды бүксеңіз болады. Мен өзіме осылай ыңғайлы болғасын, осылай жасадым. Булочкаларыңызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша дайындасаңыз болады. Және де ішіне салатын салмасында өзіңіздің қалауыңызша таңдасаңыз болады. Мінекей, осылайша барлығын дөңгелектеп дайындап аламыз. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін грамдап бөлсеңіз де болады. Мен осылай көз мөлшерімен жасай беремін. Осылайша барлығын дөңгелектеп аламыз.
барлығын дөңгелектеп алып, бетін орамалмен жауып, бір шетінен бастап, осылайша видеодағыдай жасасаңыз болады, оқтаудың көмегімен. Осылай жайып, ішіне начинкамызды салып, булочкаларымыздың барлығын осылайша бүріп шығамыз. Мінекей, осылайша булочкаларымыз дайын болады. Содан соң ыдысымызға салып, бетін жауып, тағы да булочкаларымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Булочкаларымыз көтерілгеннен соң, өзіңіздің қалауыңыз бойынша сүт немесе осылай жұмыртқаның ағын, или жұмыртқаның сарысын, или осылай екеуін де араластырып жағып жіберуге болады. Мен осылай ақуыз бен сарысында араластырып жағып жіберемін. Мінекей, осылайша булочкалардың бетіне барлығына жағып шығамыз. Содан соң қызып тұрған пешімізге салып, пісіріп аламыз. Мінекей, булочкаларымыздың беттерін барлығын жағып алып, пешімізге салып, пісіріп аламыз. Булочкаларымыз мінекей, піскен уақытта да тағы кішкене көтеріледі. Сол кезде үлпілдек булочкаларымыз дайын болады. Мінекей, өте жұмсақ болып шығады. Бір дайындағаннан ақ сізде осындай үлпілдек булочкалар дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.